Үшінші не істейміз балалар? Яғни қазір бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлаймыз. Жақсы отыра қойыңдар. Жақсы. Олай болса, балалар, біз өткен сабақта Қазақстанның яғни жердегі танысқан болатынбыз. Олай болса, қазір кім картада Қазақстанның жазықтарын көрсетіп береді? Кім картаға шығып Қазақстанның жазықтарын көрсетіп береді? Кім шығады? Картаға шығады. Келе оқылар Қазақстанның жазықтары. Жазықтар. Сонымен бізде жалпы Қазақстанның аты жазылады. Яғни сосын келесізге келесі. Яғни бізде Каспий маңы ойылады. Тағы көрсетеді балалар. Тағы Қазақстанның жазықтарын көрсетеді. Каспий маңы жоғарыда. Жақсы отыралы. Жақсы бала, жарайсыңдар. Олай болса, бұл біздің кешегі тақырып бойынша, яғни Қазақстанның жазықтары деген тақырыпқа байланысты, яғни біздің Қазақстанның жазықтарын керегетті, иә бала? Соны жарайсыңдар. Енді тақтаға қарайық бала. Тақтада бірнеше сұрақтар берілген, қол көтеріп жауап береді. Сонымен орография нені зерттейді? Кім айтады? Орография нені айтады? Өзендердің ағыстарын және өзендердің бас түрлерін сыртқы ережелерді орнасын зерттейтін геоморфология ғылымдарының саласы. Жақсы, өте керемет. Келесі ароним дегеніміз не? Ароним дегеніміз не? Кім айтады? Жақсы, олай болса келесі. Елімізде қандай таулар бар? Қол көтеріп жауап береді. Елімізде қандай таулар бар? Елімізде қандай таулар бар? Кім жауап береді? Айтады. Елімізде Алтай таулары бар. Және Алатау, Қаратау секілді аласа, орташа таулар. Жалпы Қазақстанның қай бөлігінің биік таулар алып жатыр? Оңтүстік бөлігі. Яғни оңтүстік және жақсы жарайсың. Келесі сұрақ, дүниежүзінде Евразия мен Қазақстандағы ең биік шыңдар қалай аталады? Қол көтеріп жауап беріңіз. Евразия мен Қазақстандағы ең биік шыңдар қалай аталады? Кім жауап береді? Евразиядағы ең биік шыңдар дүниежүзіндегі. Қол көтеріп жауап берейік. Қазақстандағы биіктігі 6000. Ал дүниежүзіндегі ең биік шың қалай аталады? Эверест. Биіктігі 8848 метрді құрайды. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі күнделікті жазайық. Бүгін 8 қазан. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның басты орографиялық нысандары және қазақ аронимдерімен танысатын боламыз. Жазалыңыз. Тақырыпты жазып болсақ, ручкамызды қойып тақтаға қарай, иә балалар? Сонымен балалар біз қазақ аронимдерімен танысатын боламыз. Жақсы. Бүгінгі сабақта біз нені меңгереміз? Яғни қазақ аронимдерін жүктеп, олардың мағынасын түсінетін боласыздар, және транслитерациясын 3 тілде ұсынатын боласыздар. Сонымен балалар, ең бірінші біз аронимге тоқталмас бұрын топономика дегеніміз не дегенге тоқталады. Сонымен топономика, жер, су, елді мекен атауларының шығуы, пайда болуы мен мағынасын зерттейді екен. Негізінен гректің топос, орын, жер, анома деген
яғни екі сөзден тұрады, яғни жер, су атаулары дегенді білдіреді. Осы топономика ғылымы негізінен орография және агрономиямен тікелей байланысты болып келген. Олай болса, орография деген жаңа өте жақсы айтып кетті Нұрханым, яғни орыс тау, яғни графо жазам деген білдіреді, немесе жазу. Жоталардың, қыраттардың, өзен аңғарларының, қазан шұңқырлары мен бедердің басқа түрлерінің сырт бейнелерін және өзара орналасуын зерттейтін геоморфолог. Жер беті бедерінің кез келген жалқы атауы. Мысалы, дөңес болып келетін болса, жер бедері оған тау, тау сілемдері, кейбір жерден ойыс болып келетін болса, оған аңғар, сай, ойпаққа, шұңқыр жатады. Яғни осы жер бедерінің кез келген, яғни жалпы атауын осы агрономия ғылымы зерттейді екен. Енді қазақ агрономиясының қалыптасуы, яғни бірінші пішінге қарай қалыптаса білген, екінші өсімдіктерге байланысты қалыптаса білген, үшінші жануарлар мекендеріне байланысты қалыптаса білген, төртінші пайдалы қазаларға байланысты қалыптаса білген, және бесінші сандық көрсеткіштерге байланысты қалыптаса білген. Соның ішінде пішінге қарай сандықтау дейді, өсімдіктерге байланысты белсексеуіл, қайыңды, шуалы, самырсақты дейді, жануарларға байланысты үлкен бос кіші дұрыс, қоянды тау деген сияқты, ал пайдалы қазаларға байланысты жезді, тау деген сияқты, және сандық көрсеткіштер. Міне қазақ агрономиялары осылай қалыптасады екен. Енді қазақ агрономияларында дейді, жер бедерінің ерекшеліктері негізінен белгіленген. Оңтүстік шығыс аймақты біздің Қазақстанның, яғни биік таулар алып жатыр екен. Ал биік таулар мен орташа таулар алып жатыр екен. Ал орталық бөліктері аласа таулар алып жатыр екен. Яғни оңтүстік аласа таулар алды. Сонымен бірге біздің жерімізді, яғни жазықтар алып жатыр екен. Жаңа оны көрсетіп енді транслитерация дегеніміз не дегенге жауап беретін болсақ, яғни транслитерация әдісі бір тілдегі сөздердің дейді қажет түрде ұқсас айтылу әріптермен ауыстырылуы. Олай болса тақтадағы сөздерді жер бедеріне байланысты жер атауларын айтып шығайық. Сонымен Алтай тауы орысша, ағылшынша жазық, ағылшынша үстірт, ағылшынша шөл, сонымен транслитерация дегеніміз не екен? Яғни бір тілдегі сөздердің қажет түрде ұқсас айтылуын әріптермен ауыстыруын осы транслитерация атаймыз. Олай болса, бүгін біз осы Қазақстанның яғни тауларын, яғни осындай үш тілде атайтын боламыз. Жақсы, олай болса барлығымыз мына бейне материалды. Баршаңа сәлем. Өтілген Қазақстан жерінде үлкендігіне жараса, таулардың саны да жылдан санында өте көп. Жалпы Қазақстан таулардың саны 5. Елімізде биік таулар оңтүстік пен оңтүстік шығыс Қазақстанда орналасқан. Бірінші тауымыз Алтай. Ежелгі түркі аударғандағы мағынасы алтынды тау. Алтай тауы Қазақстан, Ресей, Монғолия, Қытай сияқты елдердің шекарасында орналасқан. Ең биік нүктесі Белуха. Жалпы Белуха шыңында мәңгі мұз атуына байланысты кейде мұзтау деп те атайды. Шыңның биіктігі 4506 метр. Сауыр ең биік нүктесі Мұзтау 3816 метр. Тарбағатай ең биік шыңы Тастау 2992 метр. Жоңғар немесе Жетісу ең биік нүктесі Бақан 4622 метр. Қазақстандағы ең ірі, ең биік ірі тауымыз Тянь-Шань. Қытай тілін аударғандағы мағынасы аспанды тау. Ең биік нүктесі Хан Тәңірі. Әлбетте бұл шың біздің Қазақстан жеріндегі ең биік шыңымыз саналады. Хан Тәңір шыңының биіктігі 6995 метр. Жақсы балалар. Сонымен бейне материалдар немен таныстық боламыз? Олай болса балалар,
осы мәліметтердің барлығын өзімізге ала отырып, қазір біз топтар жұмыс жасаймыз. Яғни бұл біздің топтық жұмыс инфографика әдісімен жасалады. Қазір бірінші оқулықтан оқып аламыз. Бірінші топ Қазақстанның биік таулы аймағы. Екінші топ, яғни Қазақстанның аласа таулы аймағы. Үшінші топ Қанша жағын ара-жапырақ белгілеріне тоқталамыз. Бірінші мәтінге таныс алайық. Екі минут уақыт беремін мәтінмен танысуға. 2 минут уақыт кетті балалар. Мәтінмен танысып алайық. Мәтінмен танысып алайық. Яғни бізге бағалау критерий және дисциплина барлығы береді. Қазір осы бойынша жұмыс жасаймыз. Болды. Мәтінмен таныстық. Жақсы, олай деген қазір біз осы оқулықтарды және жаңағы сөздерді алған мәліметтерді және мына берген кесін қатарға сол өздеріне берген талаптарды өткізейік. Инфографика әдісін түсінесіз. Сендерге 5 минут уақыт береді балалар. Сендерге әрқайсысына кесін қатар берілген, және әрқайсысына берілген тауларды осы кесін қатарға түсінесіздер. 5 минут уақыт береді.
Уақыт кетіп жатыр балалар, бізбен ресми талқылау болатын. 2 минут уақыт қалды. Bizga vaqt 1 minut qoldi ballar. 1 minut qoldi. Vaqt ishlaymiz. Yani kesin kartlar o'zimizga bergan qolgan tushunib ballar. Kesin kartlar tushunib bizdan vaqtga. Agar kesin kartlar tushunib o'zimizga bergan qolgan. Ballar vaqt ayakta oldi. Vaqt ayakta oldi. Ballar vaqt ayakta oldi. Yaxshi. Yaxshi, bo'lay desa, 3 ta oyoqdan tushsin. O'rnab o'tiradi. So'ng birinchi to'pchilar, birinchi to'pga berib siz. İlk toplayacağız. Негізі таулар орта және биік бөлмеге бөлінеді. Биік таулар 2000 метрден жоғары болу керек. Біздегі ең биік тау Тянь-Шань тауы, хан тәңірі. Бізде биік таулар өзі бесеу. Тянь-Шань хан тәңірі ұрғышығы 6995 метр. Жетісу алатауы 4627 метр. Ол екіншісі Алтай тауы үшінші орында және Сауыр тауы
316 метр, ол 3-ші орында. Ал ең соңғы 4-ші орында, ең соңғы 5-ші тауы. Және бізде Алтай тауы осы жерде орналасқан. Хан тәңірі 695 жетісу 4 Жақсы, қайтадан көрсетейік. Сонымен Қазақстанның биік таулары, Қазақстанның қай жағында орналасқан? Қазақстанның оңтүстік және шығысында орналасқан. Атап жіберейік. Хан тәңірі, Тянь-Шань тауының биіктігі, Тянь-Шань тауы, Жетісу алатауы. Негізі ол баяу көтеріледі. Оларға Сарыарқа, Мұғалжар және Маңғыстау жатады. Сарыарқа Қазақстанның көп бөлігін алып жатыр. Сарыарқаның фундаменті 1,5 километрге дейін жетеді. Негізі Маңғыстау таулары жаңа айтқанда баяу көтерілген аласа таулар. Бұлар Қазақстанның Каспий маңында Қозашы және Маңғыстау деген шөптердің арасында орналасады. Жақсы. Мұғалжар тауы ол геоцид тау жасалу кезінде пайда болған. Ол мезозой дәуірінде бұзылуға шаққалып, палеозой дәуірінде қайта тектоникалық қозғалыстар мәселен қайта көтерілген. Жақсы, керемет. Сонымен қатар аласа таулардың тізілімдері бар. Олар Қызыларай, Сарыарқа, Шыңғыстау және Көкшетау және тағы басқа бар. Ал ең биік аласа тау шыңы ол Ақсора шыңы, ол Сарыарқа мен Қызыларай сілемінің оңтүстігінде орналасқан. Жақсы, өте керемет. Енді осы аласа тауларды қайтадан көрсетіп жіберейік. Маңғыстау таулары белгілі. Иә. Маңғыстау тауы. Иә. Және бізде қандай тау бар екен? Жақсы, отыра қойды. Келесі бізде үшінші шыға қойды. Сендер бірге шығамасың. Тянь-Шань тауының араграфиялық ерекшеліктерін тауларын сен жақсы. Жалпы Тянь-Шань тауы ең алғашқы жазба дерек Цюаньцзян есімді Қытай маңы тау туралы ең алғаш зерттеген жазба дерек қалдырған. Яғни оның айтуы бойынша осы Қазақстан жерінде, яғни мәңгілік әлемнің жаратылысынан жаратылған ешқашан ерімейтін қар бар деп есептеген. Яғни сол қардың жанында жүрген адам айдаһарда жең болады деп есептеген. Және де оның жанында сол себептен де ешқашан дауыстап сөйлеген немесе қызыл киім киіп жүруге болмайды деген. Яғни қытайлардың есептеуінше қызыл киім кию негізінен оларда бақытсыздыққа әкеледі деп есептеледі. Географияға Тянь-Шань атауы негізген 19 ғасырдың ортасында енгізген неміс географ Гумбольдт болды. Жалпы осы Тянь-Шань атауы негізінен Тянь-Шань атауының топонимі ежелгі түркі тілінен аударғанда Тәңіртау. Сол Тәңіртауды Қытай сөзіне сөзбе-сөз аударылғаннан кейін Тянь-Шань аталып кеткен. Жақсы, Тянь-Шань тауының ең биік нүктесі Хан Тәңірі. Биіктігі 6095, әлем бойынша 138-ші орында алады. өте керемет. Әлем бойынша ең биік 7000-дық биіктіктегі таулардың қатарына кіреді. Сонымен қатар осы Тянь-Шань тауына ең алғаш Тянь-Шань тауын бағындырған альпинистке тоқталатын болсақ, ол кеңес үкіметінің альпинисі 1901 жылы Погребецкий есімді альпинист осы Тянь-Шань тауына мініп бағындырған. Және де осы Тянь-Шань Хан Тәңірі Тянь-Шань тауының ең алғашқы ежелгі атауы Хан тау деп аталған. Бірақ оны кейін Тянь-Шань деп аталу себебі оны кейін зерттеген Семенов Тянь-Шаньскийдің құрметіне Тянь-Шань деп берген. Өте керемет. Енді балалар, сендерге мына жерде бағалау парағында берілген, яғни бір-біріңізге бағалап жіберейік. Қазір яғни бағалау парағындағы алдарына жаңа бағалау парағын бердім.
Бағалап жіберейік балалар. Не сома жақсы, бізге бағалап болсақ, жерге қояйық қағазымызды. Бізге келесі бағалап. Жұмысы ана сол алдындағы өздерінің жақсы төсегі түсінсіздер. Жақсы, сенде бірінші өздерінің қоймалшы. Жақсы бала, олай болса бізде келесі жеке жұмыс дәптерге орындаймыз. Тез дәптерімізге орындап жіберейік, яғни бізде дәптерге орындаймыз қазақ анонимдерінің транслитерациясын орыс және ағылшын тілдерінде ұсыныңыз дейді. Дәптерімізге орындап жіберейік, 1 минуттық тапсырма. Дәптерге орындаймыз. Яғни бұл жерде жоңғар алатауы, Алтай, Тянь-Шань және Тарбағатай таулары беріледі. Жазайық, яғни қазақшасы берілген, орысшасы. Жақсы, кім оқып жібереді? Кім оқып жібереді? Яғни бір ұпайын тапсырмасы. Бала, сіздердің алдарыңызда бағалау парағы тұр. Соған әр тапсырма сайын алған ұпайды қойып отырамыз. Яғни бізде әр топтың өзінің топ басшысы қойып отырады. Жақсы, сонымен кім оқиды? Кім оқиды? Бірінші топтан қазір оқиды, бізде Каусар оқиды. Жоңғар алатауы, ағылшынша жоңғар монтень, орысша жоңғарский, Алтай, ағылшынша Алтай, орысша Алтайлар, Тянь-Шань, орысша Тянь-Шань, Тарбағатай, орысша ағылшынша Тарбағатай, орысша Тарбағатай. Жақсы. Бәріңізде осылай жазып балалар, иә? Жақсы, олай болса бізде келіп бағалау парағына өзіміздің ұпайымызды қояйық. Яғни бұл тапсырманың мына дескриптері берілген. Яғни бұл тапсырманың ұпайы бір ғана ұпайдан тұрады. Яғни анонимдердің транслитерациясын орыс және ағылшын тілдерде ұсынасыздар. Жақсы, ұпайымызды қояйық. Топ басшысы бағалау парағына ұпайымызды. Олай болса келесі бізде жұптық жұмыс, яғни 2 минуттық тапсырмасы. Қазір бізге осы жұмысты орындап жіберейік. Жұптық жұмысты орындап жіберейік. Не деді бұл жерде? Берілген жер бедерлерінің атауларының шығуына қарай топтастырыңыз дейді. Яғни Айыртау, Алатау, Теміртау, Көктөбе, Арыстанды, Жарықтау, Хромтау, Тянь-Шань, Маралбасы, Қаратау, Шыңғыстау, Ұлытау, Көкшетау дейді. Бірінші не дейді? Пішіні және басқа ерекшеліктеріне байланысты жіктейміз. Екінші тау түсіне байланысты жіктейміз. Үшінші пайдалы қазбаға байланысты жіктейміз. Төртінші аспанға теңеу, бесінші жануар өсімдікке байланысты жіктейтін боламыз. Яғни бұл бала жұптық жұмыс, яғни 5 ұпайдың тапсырмасы. Уақыт кетіп жатыр, бізге 2 минуттың. Сонымен балалар, кім айтады? Бірінші, пішініне байланысты, және ерекшелігіне байланысты кім жауап береді екен? Жақсы, жазып алайық. Нұрислам, көмектесеміз салғанда. Бірігіп орындаймыз. Азамат, Наргиса екеуміз бірігіп орындаймыз. Және қазір өзіміз тексереміз.
оқиды? Кім оқиды? Кім оқиды? Талғат оқиды. Талғат тұрады. Сонымен пішініне байланысты қай тауларды жатқызуға болады? Пішініне байланысты. Пішініне және ерекшелігіне. Айыртау, дұрыс. Сосын Алатау пішініне кете ма, түсіне кете ма? Сосын тағы Таудың түсіне байланысты. иә, түсіне байланысты. Қайсы? Таудың түсіне байланысты. Көкшетау, Көктөбе, Қаратау, дұрыс. Ұлытау, бала түс. Иә, Ұлытау. Аспанға теңеуге Аспанға теңеуге Тянь-Шань тауы. Ал жануардың Шыхантау. Бәріміз дұрыс айттық па? Енді қайталап жіберейік. Сонымен бірінші таудың күшіне және басқа ерекшеліктеріне байланысты қатемен жасаған оқушылар қате жерін қате қылып белгілейсіздер, яғни минус деп қоясыздар. Дұрыс болса плюс қоясыздар. Сонымен біріншіге Айыртау, Ұлытау және Жарықтау. Яғни бұл жерде неге байланысты айтып тұрғандар пішініне және ерекшелік. Екінші таудың түсіне байланысты Қаратау, Көкшетау бұл жерде түсіне байланысты. Ал үшінші пайдалы қазбаға байланысты, яғни Теміртау және Хромтау. Ал аспанға теңеуге Тянь-Шань, жануар мен өсімдікке байланысты Марал басы, Шыхантау және Арыстанды міне осылай болып жазылады. Өз-өзімізді тексердік па? Олай болса, топ басшысы сол пайдалы бағалау парағына қойып жібереді ғой. Топ басшысы. Кімде нешеуі дұрыс? Бақытбек нешеуі дұрыс? Жазаға Бақытбек пен кімде жүрді ғой. Рамазан нешеуі дұрыс? Барлығы дұрыс, иә? Сендерде. Енді жаңағы осы бойынша алмаған қойдым. Бәріне бестен дұрыс болмас. Жақсы. Жарайсыздар. Олай болса балалар бізге келесі тапсырма, бұл да жеке жұмыс, яғни мына жерге тақтаға назар аударайық. Енді бұл білесіздер балалар, бізде яғни халықаралық деңгейде PISA зерттеу жаңағы несі жүріп жатыр қазіргі уақытта. 15 жастағы балалардың яғни біліміне бағалау халықаралық деңгейде. Олай болса бұл жылда жалпы 15 жастағы балалармен өтеді, негізінде соған байланысты тапсырмалар орындалады. Келесі тапсырмалар. Бүгін мен сендерге осы тапсырманы алып келдім, яғни үшінші тапсырма Аласа таулы өлкелер тыңдап алайық. Сонымен Гүлжан еліміздегі аласа таулар туралы деректер жинап, не дейді? Аласа таулардың биіктіктерін келіп кестеге енгізді. Мына жерде берілген Қызылтас, Қызыларай, Керік, Қарқаралы, Баянауыл. Гүлжан жинаған деректерін диаграмма түрінде көрсетпекші болды дейді. Қалған диаграмманы сендер аяқтаған деді. Олай болса, қазір мен сендерге осы қалған диаграмманы біз не қыламыз? Аяқтап өтеміз. Аударыңдар. Яғни осы тапсырманы алдыңызға келген. Яғни балалар, бұнда бір тапсырмасы. Яғни таудың биіктіктері берілген, сол бойынша диаграмманы ары қарата жалғастырып сызып шығамыз. Мүмкін болса түрлі түсті қаламен орындағандарың жақсы балаларым.
яғни алдарында қалам шығарылуға болса орнағандар. Бір ұпайдың тапсырмасы. Берсем орындаймыз. Kım oldu var? Kım işte ayaktadır. Kım ayaktadır Müslüman. Kım ayaktadır Müslüman. Kımsar ayakta kım. Dini İslam olabilir. Asılcan olması. Bu fikir жұмысымыздың бөлімшелері жақсы бөлімшелердің тауларды ресми орналасып шықты. Биіктігі бойынша жақсы өте керемет еді. Болса өте жақсы аяқтады. Қане алды. Яғни бұл жерде не берілген екен? Үкілер оқып жүреді ғой. Үкілер оқып жүреді. Біздің мектептер бойынша диаграмма түрде орналастыру керек. Яғни Сізге бірінші қандай тапсырма? бізде бұл жерде қызыл арай тауы, яғни биіктігі 1565, яғни бұл ең үлкен тау болып есептеледі. Екіншісі Кент тауы, яғни бұл жерде биіктігі 1403, яғни бұл да үлкен таулар жатады. Одан кейін Қанқаралы тауы, яғни оның биіктігі 1403. Одан кейін Баянауыл тауы, бұның биіктігі 1026, яғни ең алғашқы тау. Жақсы. Олай болса топ басшылары бір ұпай беріледі, яғни бір ұпай тапсырмасы. Қойшылар, барлығымыз аяқтадық қой жұмысты, иә? Жақсы, олай болса. Қойшылар ұпай. Жақсы. Енді бір қағаз қарайық, бізге не дейді? Бізге, яғни, минутты қағаз дейді. Бүгінгі сабақ бойында меңгерген ең маңызды, пайдалы, мағыналы, ерекше нәрсені жазып шығасың. Жазып және оқыңыздар. Маңызды және ең пайдалы ақпаратты жазып шығасың. Бағалы байттар. Сақтаға қарайық. Не дейді бала? Яғни сабақ бойында меңгерген ең маңызды, пайдалы, мағыналы, ерекше нәрсені яғни жазып шығайық. Қазір оқыңыз. Сізге уақыт кетіп бара жатыр. Яғни кері байланыс. Пайдалы, мағыналы, ерекше, саған ерекше қандай ақпарат жақсы болай болса, оқу жүргізді. Бүгінгі сабақтан кім қандай әсер алды? Бүгінгі сабақтан кім болды? Қаусар оқыды. Қаусар оқыды. Мен бүгін ең биік тауларды білдім. Таулардың биік шыңдарын жақсырақ меңгердім. Жақсы, мереке.
Мен бүгін сабақта аласа бек таулар туралы білдім. Маған таулар туралы білу қызық. Рахмет. Мүмкін болса бәріміз оқып шығайық. Маған ең пайдасы деген мәлімет тауларды ғана маған мен тауларды біле алдым. Жақсы. Дидар. биіктіктері пайдалы. Тағы қандай пайдалы мәлімет алдың? Тағы нені білдің? Жақсы отырады. Асылжан. Мен үшін пайдалы болған диаграммамен жұмыс маңызды. Қазақстанның аласа таулары ерекше Қазақстанның аруаны. Жақсы, керемет. Рамазан. Аласа таулардың ең ішіндегі ең үлкені Қылдағы таулар екені болса, Аласа таулар. таулардың биіктігі қанша метр екен? Жақсы, керемет. Димаш. Ағашы сабақ оқиғада сабақта таулар және биік тауларды білдім, аласа тауларды білдім. Жақсы. Нұрханым. Уақыт бала осы сабағын бойынша меңгерген информация Қазақстан қатпағы аймағында таулары, сонымен қатар баяу көтерілетін аласа таулар. Жақсы. Алтын. Мен бүгінгі сабақта аласа таулар жайлы білдім және маған қызық нәрсе көп болды. Жақсы. Кім? Наусхан. Мен бүгінгі аласа тауларды білдім. Биік шыңдардың бар екенін. Жақсы. Гүле. Бүгін сабақта маған пайдалы болғаны таулардың үшке шектелуін білуі Қанша тау туралы мәлімет білдім, оның биік шыңын атау және үйші болды. Жақсы. Енді балалар уақыттың аз қалуына байланысты қалған бәріміз жазғандарды оқимын мен қазір. Енді бүгінгі сабақ бойынша бізде топтық жұмыс, жеке жұмыс, жұптық жұмыс және виза тапсырмасына берілген. Жалпы осы берілген жұмыстар бойынша бізге 10 балл. Бағалау критерийі бойынша 10 балл бағаланған болатын. Бағаларды айтып жіберейін. Каусар 8 балл, Дидар 7 балл, Бақытбек 8 балл, Мереке 8 балл. Сол сияқты Асылжан 10 балл, Наурызхан 7 балл, Рамазан 9 балл, Денислам 10 балл, Алтын 10 балл, Нұрханым 10 баллды жинапты. Сол сияқты Өкілай 6 балл, Наргиза 6 балл, 10 балл. Талғар 10 балл, Айболат 10 балл, және Нұрислам бізде 10 балл жинапты. Жақсы, осы бойынша бағалау. Егер тапсырма Қазақстанның биік таулы және аласа таулы аймақтарын қазір не сабақ сөйлеген? Қазақстан. Айгерім.